Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін ең оңай жасалатын мампардың сорпасының рецептін сіздерге ұсынып отырмын. Барлық ингредиенттер төменге көрсетіп кеттім. Алдымен бізге сиыр еті керек, оны төртпіштетіп турап алдым. Картопты де төртпіштетіп турап аласыздар. Сәбіз бенен пиязды да төртпіштетіп турап аласыздар. Және мен тәтті бұрыш қостым. Ұсақ етіп тураған дұрысырақ болады. Тек картопты ірілеу қолдардым. Мен және де осындай дүкеннің бешбармақтың кеспесін қолданам. Ешқандай қамыр елеп әуре болмаймын. Алдыменен жаңағы қазанымызға немесе осындай кастрюльге астына сұйық май құйып, етімізді азғантай мөлшерде қуырып аламыз. Сәл етіміз қуырылғаннан кейін осының үстіне жаңағы пиязымыз бен сәбізімізді қосамыз дағы араластырып, жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Сәл қуырылғаннан кейін тұз, бұрыш, паприка қосуларыңызға болады. Мен міне қостым да тағы да араластырдым. Тәтті бұрышымызды қосамыз. Міне тәтті бұрыш мұздатқышта қатырылған түрі болды. Араластырасыздар. Осылайынан су алған кезде картопымызды қосамыз. Араластырамыз. Араласып жақсылап болғаннан кейін 5 минут шамасындай араластырасыздар. Ең бастысы астып кетпесе болғаны. Кейін осының үстіне томат пастасын қосасыздар. Мен жалпы томатты қосқан кезде енді бір ас қасық томат қосамыз. Мен томатты суға араластырып жібердім, сосын қостым. Егер сіздер көп томат ұнатсаңыздар, көп томат қосуларыңызға болады. Және де су құямыз. Барлық ингредиенттерді мен астына көрсетіп кеттім. Манағы біздің бешбармақтың қамырын осылайынан үгітіп аласыздар. Бұл менде дүкендікі. Шамамен мен осындай етіп үгітіп аласыздар. Ұсақ етуіңізге болады, ірі етулеріңізге де болады. Кейін етіміз піскеннен кейін осылай қамырын саласыздар. Қамыры 5 минуттың ішінде дайын болады. Ең бастысы етіміз жұмсақ болып алдымен пісіп алу керек. Міне осындай дайын, оп-оңай. Ең бастысы балаларға ұнайтын, өте дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай. Астарыңыз дәмді болсын.